Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі сіздің ағзаңызға пайдалы тамақтың жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдымен бізге тартылған ет керек. Менде қазір 400 граммдай тартылған ет. Енді осы тартылған етіміздің үстіне бір пиязымызды жақсылап тұрып, ұсақтап тұрып тураймыз. Пиязды міндетті түрде жақсылап тұрып, ұсақтап тураңыздар. Бұл тамақты түскі немесе кешкі асқа отбасыңызға жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді тамақтардың бірі. Пиязымызды жақсылап тұрып, ұсақтап турап аламыз. Немесе пияздарыңызды теркіден өткізіп алсаңыздар да болады. Міне біздің пиязымыз дайын. Енді тартылған етіміздің үстіне пиязды саламыз. Енді дәміне қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қазір ешқандай дәмдеуіш қосқан жоқпын. Жарты шай қасықтай тұз ғана салдым. Бір дана жұмыртқа керек. Бір жұмыртқаны салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Негізі тартылған етті қолмен жақсылап тұрып араластыру керек. Сол кезде ешқандай ыдырамайды, барлығы жақсы бірігетін болады. Қолымызбен 1-2 минуттай жақсылап тұрып илейміз және осындай 1-2 рет жақсылап тұрып ұрып алсаңыздар болады. Сол кезде біздің еттеріміз жақсылап тұрып бірігіп жабысатын болады. Міне осылай 1-2 рет ұрып аласыздар. Енді дайын болған етімізден шариктер жасап аламыз. Мен кішкентай бөліктерді жасадым. Өйткені балаларым осындай кішкентай шариктерді жақсы көреді. Сіздер орташа көлемде жасасаңыздар болады. Барлық шариктерімізді осындай орталарын ашып тұрып жасап аламыз. Міне біздің шариктеріміз дайын. Егерде еттеріңіз бостау болып тұрған болса, морозильникке 10-15 минут салып алсаңыздар болады. Сол кезде кішкене еттеріңіз қатады. Табамызға майымызды құйып, дайын болған шариктерімізді саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің еттеріміз жақсылап қуырылуы керек, қызарып. Келесі беттерін аударып, қызартып, қуырып аласыздар. Енді еттерімізді бір шетіне қуырамыз. Ұсақтап туралған пияз және шпинат салып, 1-2 минут қуырып аласыздар. Шпинатты білесіздер, біздің ағзамызға өте пайдалы, темірге өте бай, сондықтан да жиі қолданыңыздар. 1-2 минут шпинатымызды және пиязымызды қуырып алдық. Енді оның үстіне ащы томат салдым мен, яғни аджика дейміз, аджика салдым. Жақсылап қуырып аламыз, барлығын араластырамыз. 1-2 стакан салқын суымызды құйып, қайнатып аламыз. Менде осындай шпинат қосылған жасыл макарондар, дүкендерге барсаңыздар табасыздар. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді макарондарымызды салып шығамыз. Макарондарымыздың барлығын жайғастырып, егерде суы аз болса, қайнап тұрған су құясыздар үстіне. Қатты отта 5 минут қайнатамыз және баяу отта 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болады. Міне менде 15 минут уақыт өтті. Біздің тамағымыз дайын. Дайын болған тамақтың үстіне ұсақтап туралған чеснок саламыз.
және отымызды өшіріп 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болады. Міне біздің тамағымыз дайын болған тамақты әдемілеп тұрып ыдыстарымызға саламыз. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашатын тамақтың бірі болды. Күнделікті біркелкі қайталана беретін тамақтарды жасай бергеннен дәл осы тамақты да жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі пайдалы тамақтардың бірі. Бар болғаны 30 минутта дайын болатын тамағымыз. Үстіне еттерімізді саламыз. Барлық тамақтарымызды дәл осылай салып, дастарханымызға ұсынамыз. Біздің тамағымыз осымен дайын. Осымен біздің тамағымыз дайын. Қараңыздар, құрметті көрермендер, қандай тәбетті ашатын, өте тойымды әрі пайдалы тамағымыз дайын болды. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Балаларыңызға тамақ жейтірте алмайтын болсаңыздар, дәл осындай әдіспен жасайтын болсаңыздар, барлығын тауысып жеп қоятын болады. Қасына кез келген өздеріңіз ұнататын салаттарыңызбен және ас көктеріңізбен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді тамағымыз дайын болды. Құрметті көрермендер, әрқашанда сіздерден қолдау күтемін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі әрі қызықты, пайдалы рецепттер бар. Сол жерге өтіп қарасаңыздар болады. Барлығы сіздер үшін. Барлықтарыңызға ас болсын.